Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз нәруыздар, нуклеин қышқылдары, жоғарғы молекулалық қосылыстар химиясы. Сабақ мақсаттары: нәруыздар, нуклеин қышқылдары, жоғарғы молекулалық қосылыстар туралы түсінік, полимер тақырыбына есептер шығару. Нәруыздар молекулалары өте күрделі болатын альфа-амин қышқылдарынан құралған органикалық заттар. Тірі организмдерге тән азотты органикалық қосылыс. Нәруыз құрамында көміртегі 50-55%, оттегі 20-24%, азот 15-19%, сутегі 6-7% болады. Кейбір нәруыздардың құрамында күкірт, фосфор, темір кіреді. Физикалық қасиеттері: нәруыздар қатты күйде ақ түсті ұнтақ заттар, қыздырғанда денатурацияға ұшырап, айырылып кететін болғандықтан нақты балқу температурасы болмайды. Нәруыздардың көбі сілті мен қышқыл ерітінділерінде ериді. Нәруыздар ерігенде жоғарғы молекулалық қосылыстар секілді коллоидты ерітінді түседі. Нәруыздар органикалық еріткіштерде ерімейді. Нәруыздардың екінші және үшінші реттік құрылымдарында жауапты байланыстар. Олар сутектік және дисульфидтік көпіршесі әлсіз болғандықтан оңай үзіліп, нәруыздардың кеңестік құрылымдарының бұзылуын нәруыздың денатурациясы деп атайды. Нәруыздардың реттік құрылымдары: жалпы нәруыздар 4 реттік құрылымнан тұрады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқтап қарастырайық. Нәруыздың бірінші реттік құрылымы: полипептидтік тізбектегі әртүрлі амин қышқылдар қалдықтарының бір-бірімен кезектесіп пептидтік байланысу ретін нәруыздардың бірінші реттік құрылымы деп атайды. Бұл кезде амин қышқылдардың пептидтік байланыс болады, яғни амидтік байланыс. Бұл жерде пептидтік байланыс дегеніміз карбоксил тобымен және бізде болатын амин тобының арасында байланысымыз. Бізде амин қышқылдары осы амидтік немесе пептидтік байланыспен байланысады. Біздегі пептидтік байланысымыз осы. Енді біз тоқталайық нәруыздің бірінші реттік құрылымдағы оның пішіні. Бұл жерде бір-бірімен кезектесіп байланысқандықтан бұл жерде тізбекті құрылым болып келеді. Келесі екінші реттік құрылымға келетін болсақ, полипептидті тізбектің кеңістіктегі оралма тәрізді болып келген пішінін нәруыздың екінші реттік құрылымы деп атайды. Бұл жерде байланыс сутектік байланыс болады. Енді қарастырайық, оралма түрі деген қалай? Немесе оны біз спираль тәрізді дейміз. Ол бізде әрбір амин қышқылдары өзара тізбекте келіп орала бастайды. Оралма немесе спираль дейміз. Осы формада кезу. Бұл екінші реттік құрылымы. Енді қарап тұрғанымыздай бізде айтады, арадағы байланыс сутектік байланыс. Сутектік байланыс дегеніміз бізде мінекей СО мен қарайтын болсаңыз, мына топпен, функционалды топпен амин функционалды топтар арасында үзік-үзік пункттер, сызықтар, яғни байланыстар тұр. Мынау бізде пункттермен берілетін байланысты, бұл сутектік байланыс. Сутектік байланыс өте әлсіз болады. Бірінші реттікте айналғанда ол берігірек болады. Кейін екінші айналғанда ол байланыстың беріктігі жоғала бастайды. Оған 5 килоджоуль энергия беретін болсаңыз, бұл емін-еркін үзіліп кетеді. Яғни бұл өте әлсіз байланыс деп қарастырамыз. Осы жерде сутектік байланыстың болуына байланысты нәруыздардың екінші реттік құрылымында мынандай иілгіштік, майысқақ деген секілді бірнеше қасиеттер ашыла бастайды. Бұл осы сутектік байланысқа тура септігін тигізіп тұр. Осы сутектік байланыстың әсерінен десек те болады. Келесі нәруыздың үшінші реттік құрылымына тоқталайық. Полипептидті тізбектің кеңістіктегі шумақталып келген пішінін нәруыздың үшінші реттік құрылымы деп атайды. Бұл жерде дисульфидті байланыс пен иондық байланыстар болады. Иондық байланыстар ол бүйір жағында келетін байланысымыз. Основной бізде дисульфидтік көпірше арқылы. Бұл жерде күкірті бар нәруыздарды қарастырып жатыр. Енді айтып кетейік, бұл жерде үлкен нәруыз молекуласын қарастырдық. Бұл жерде бұлар шумақталы, яғни бірінші оралым көріп тұрғаныздай, міне оралып жатыр, оралып үлкен шумаққа айналады. Дәл осылай бір нәруіздің молекуласы үлкен бір шумаққа айналады. Бұл үшінші реттік құрылымы. Енді келесіге тоқталайық. Нәруіздің төртінші реттік құрылымы. Төртінші реттік құрылым бірінші нәруіз молекулаларының қосындысы. Яғни біз жағына үшінші реттік құрылымды айттық, ол оралған
үлкен оралып шумақталып келген бір үлкен нәруыз молекуласы. Бұл төртінші реттік құрылым одан да үлкен, яғни бірнеше дәл сондай нәруыздің молекулалары өзара байланысқан. Бұл жердегі байланысымыз иондық және сутектік байланыстар. Енді біз салып көрсетейік. Қарайтын болсаңыздар, міне суретте көрсетіп тұр. Әртүрлі нәруыздің молекуласы әртүрлі түспен берілген. Мысалға, бір нәруыздің молекуласы мысалға сары түспен берілгек біз. Енді екіншісін көк түспен берілетін болсақ, мысалға, былайынан бізде қарап тұратын болсақ, бірнеше нәруыздің молекулалары өзара байланысқан. Яғни бүйтіп кішкене біз осылай көрсетсек болады. Осы жерде түс өзгерісіне байланысты айта аламыз. Үш нәруыз молекуласы өзара шумақтала үлкен макромолекуланы құрып тұр. Сонда бұл үлкен күрделі макромолекула болуы нәруыздің төртінші реттік құрылымына тән деген сөз. Енді нәруыздардың химиялық қасиеттеріне тоқталсақ, ең бірінші гидролиздену. Сілті немесе қышқыл ерітінділерін қосып қыздырғанда амин қышқылдарын түседі. Яғни гидролиздеуіміз бізде жалпылама амин қышқылдар пептидтік байланыс, амидтік байланысты бұзып, қайтадан бізде амин қышқылдарын пайда болуына септік тигізеді. Келесі сапалық реакциялары. Негізгі нәруыздарға үш сапалық реакцияны қарастырып өте аламыз. Ол бірінші ксантопротеин реакциясы. Бұл жерде құрамында бензол ядросы бар нәруыздар концентрлі азот қышқылымен сары түс береді. Яғни концентрлі азот қышқылымен нәруыз әрекеттесу нәтижесінде сары түске өзгереді. Бұл ОБТ-да осы үш сапалық реакция жайлы сұрақ болады. Осыны міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Екінші реакциямыз Бейрут реакциясы. Ол мыс еквивалентті гидроксидінің ерітіндісімен нәруыздарға әсер етіп, ашық күлгін түстің пайда болуы. Үшінші реакциямыз ол цистеин реакциясы. Бұл жерде күкірті бар нәруыздарға қорғасын ацетатын және сілтіні қосып қыздырғанда қорғасын сульфидінің тұнба ретінде түзілуі. Түс өзгерісіне байланысты реакцияларды біз сапалы реакция дейміз. Нәруыздарға тән үш сапалық осындай реакция бар. Келесі бізде нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдары құрамында фосфоры бар биополимерлер. Нуклеин қышқылдары құрамына кіретін мономерлердің түріне қарай ДНХ және РНХ деп бөлінеді. ДНХ ол дезоксирибонуклеин қышқылы, РНХ рибонуклеин қышқылы. Яғни мономерлеріміз, біз айттық, нуклеин, мына сызбаға қарайтын болсаңыздар, нуклеин қышқылдары нуклеотидтерден тұрады. Сонда мономеріміз бізде екі мономер болады, яғни нуклеотидтер. Бірінші дезоксирибонуклеотидтер, екінші рибонуклеотидтер. Егер біздің дезоксирибонуклеотидіміз мономерімізде ол ДНХ, нәтижесінде ДНХ пайда болады, ал рибонуклеотидтерімізде ол РНХ пайда болады. Жалпылама нуклеин қышқылдары мынандай үш құрылымнан тұрады. Пентоза, яғни пентозадан 5 мүшелі қант, 5 мүшелі қанттан, азотты гетероциклді негіздерден, бұл жерде сіздердің аденин, гуанин, цитозин, урацил деген секілді гетероциклді негіздеріңіз. Енді сосын үшінші құрылымы фосфор қышқылынан тұрады деген сөз. Енді әрі қарай осыны қарастырсақ. ДНХ-да бізде бірінші пентоза 5 мүшелі қантымыз. Ол жерде дезоксирибоза 5 мүшелі қантымыз болады бірінші құрылымда. Екінші құрылымда пуриндік негізіміз аденин мен гуанин, периминдік негізіміз тимин мен цитозин болады. РНХ мен ДНХ-ның айырмашылығы осы екінші азотты гидроциклді негіздерде болады. Ал үшінші құрылымда фосфор қышқылының қалдығы болады. РНХ-да бірінші құрылымда ол рибоза 5 мүшелі қанты, ал екінші құрылымда пуриндік негіздер аденин мен гуанин, периминдік негіздер урацил мен цитозин болады. РНХ мен ДНХ-ның айырмашылығы тимин мен урацилде. Келесі үшінші құрылымда фосфор қышқылының қалдығы болады. Енді ДНХ деген ол жалпылама гендік ақпаратты тасымалдаушы. Ал РНХ ол бірнеше түрі бар, ол ақпарат тасымалдаушы, тағы да біз айта аламыз, РНХ-ның үш түрге жіктейміз.
яғни біз РНХ-ны үшке жіктедік, иә. Бірінші рибосомалық РНХ, екінші тасымалдаушы РНХ, үшінші бізде ақпараттық РНХ. Рибосомалық ол бізде белоктың синтезделуіне қатысады, тасымалдаушы ол белокқа амин қышқылдарын тасымалдайды, ал ақпараттық ол ДНХ-ға ақпарат тасымалдайды, рибосоманы тасымалдайды. Яғни осылайша біз РНХ мен ДНХ-ның қасиеттерін, қызметтерін қарастыра алдық. Келесі, жоғарғы молекулалық қосылыстар туралы түсінік. Бұл жерде біз полимерлену, полимер дегенге тоқталуымыз керек. Полимерлер кіші молекулалы мономерлердің өзара әрекеттесіп, байланысуынан түзілетін жоғарғы молекулалық қосылыстар. Енді мономер дегеніміз не? Мономер осы полимердің үлкен жоғары молекулалық қосылыстың қайталана отырып, өзара байланысатын буындары. Яғни осы полимер дегеніміз бірнеше рет белгілі бір буын қайталанса, осы буынды біз мономер дейміз. Енді осы полимерлердің салыстырмалы молекулалық массасына байланысты біз үшке жіктейміз. Кіші молекулалық қосылыстар, олигомерлер, жоғары молекулалық қосылыстар. Кіші молекулалық қосылыстар, олардың салыстырмалы молекулалық массасы, яғни МР 500-ден кіші болу керек. Ал олигомерлер 500 бен 5000-нің арасында болатын болса, МР, оларды олигомерлер дейміз. Егер 5000-нен жоғары болатын болса, МР, оны жоғары молекулалық қосылыстар деп қарастырамыз. Енді полимерлену дәрежесі, полимер тақырыбына қатысты біз бірнеше есеп шығарып көрейік. Мысалға, мынандай есеп берілсе, егер құрылым буынның саны 6700 болса, онда полистиролдың макромолекуласының массасын есептеңдер дейді. Ең бірінші полистиролдың бір буынын, стиролды жазуымыз керек. Ол дегеніміз бізде былайынан болады. Стиролымыз бізде және SH2 болады. N дейді. Енді бізде N-іміз, мынау бізде полистирол. Бұл полистирол. Енді бізде N деген шама бар. Бұл N-іміз полимерлену дәрежесі. Сізде полистирол дейтін болса, стиролдың N рет қайталануы. Яғни, N дегеніміз полимерлену дәрежесі деп айтып тұрық. Осы буынның саны неше рет қайталанғанын көрсетеді. Енді полистиролдың бір буыны ол стирол, мінекей формуласы. Бізге айтып тұр. Жалпылама осы буынның саны 6700 болса, олай болса, полимерлену дәрежеміз 6700-ге тең болса, сонда біз полистиролдың стиролды бірінші жазайық. SH2, SH. рет қайталанды дейді. Енді бұл бізде полистиролымыз 6700 рет қайталанған. Бұның МР-ін тап дейді. Ол үшін біз бірінші бір буынын табамыз. Буынның МР-ін тауып аламыз. М С6H5 SH2. Бұны есептейтін болсақ, 8 көміртек бар. 8-ді көйдесі 12, қосасыз 8 сутек бар. Сонда бізде шығады 96, 8, 104. 104. Бір буын 104-ке тең болса, сонда бізде табуымыз керек общинені, полистиролдың макромолекуласының массасын анықтайтын болсақ, H5CH, CH2, 6700 дейтін болсақ, бұл сонда 104-ті 6700-ге көбейткенде шығу керек. Сонда бізде шығады 696800. Сонда бізге қажетті полистиролдың буын саны 6700 болғанда, полистирол макромолекуласының массасы 696800-ге тең. Осылайша анықтаймыз.
Ең бірінші буын саны дейтін болса, ол полимерлену дәрежесі екенін анықтаймыз. Ол полимерлену дәрежесі дегеніміз сол мономердің неше рет қайталанғанын көрсетеді. Ал мономер дегеніміз ол бір буыны. Сонда осы буынның n рет қайталануы. Сонда полистирол 6700 рет қайталанатын болса, бірінші стиролдың мрін табамыз. Сол қайталанған санға полимерлену дәрежесін көбейтсек, бізде сол полимердің макромолекуласының массасы есептелінеді. Бұл бірінші типті есебі. Яғни макромолекуланың массасын анықтау деген. Енді екінші типті есеп бар, ол наоборот, масса беріледі бізге полимерлену дәрежесін анықтау. Мысалға, мына жағдайда қарастырайық. Массасы 60.000 болатын полиметил метакрилаттың полимерлену дәрежесін табыңыз. Ол үшін біз бірінші метил метакрилаттың формуласын жазайық. Бізде болады ол CH3 метиліміз COO-CH3. Яғни біздің негізгі полимеріміз n рет қайталанады. Полиметил метакрилаттың жалпы формасы осындай. Енді бізге тап деп тұр. N-ді тап деп тұр бізге. N-ді тап деп тұр. Егер массамыз, осының массасы 60.000-ға тең десе, ол үшін біз осы буынның массасын анықтаймыз. Мрін табамыз. Бұны біз бүйтіп жаздық. CH2, CH3, COCH3. Бізде көміртектен 5-еуі бар, оттектен 2-еуі бар, сутектен 8-і бар. Сонда бізде шығады 100. Сонда метил метакрилаттың бір буынның массасы 100-ге тең. Енді n табу үшін біз массаны бөлесіз молярлық массасына. Сонда 60.000-ды бөлесіз 100-ге. Сонда бізде шығады 600. Сонда мына қайталану буынның саны 600-ге тең деген сөз. 600. Сіз сонда жазыласыз, жауабыңыз CH2, CH3, 600 деп жазамыз. Сонда бізге берілген 60.000 массасы бар полиметил метакрилаттың формуласы осы күйге келеді. Сонда полимерлер тақырыбына байланысты біз екі түрлі есеп шығара аламыз. Бірінші ол макромолекуланың массасын анықтау. Ол жерде сізде полимерлену дәрежесі беріледі, сол арқылы сіз массаны анықтаймыз. Екінші типті есебіміз сізге макромолекуланың массасын береді де, сізге наоборот полимерлену дәрежесін анықтайды. Осындай екі түрлі типті есептер ентіде келеді. Келесі слайдта дәл осындай есепті бекіту үшін сіздерге үй жұмыс ретінде берілдім. Осы есептерді шығарып қайталаңыздар.